Бүгін сіздермен жүрек қан тамыр жүйесіне шолу жасаймыз. Кеттік. Бұл жүйеде ең негізгі орган бұл жүрек болып табылады. Жүректің жалғыз ғана қызметі бар, ол насостық қызмет, яғни қанды айналдырып отыру. Жүректің ішкі құрылымдарына келесі видеода тоқталамыз, бірақ бүгін общий етіп кетеміз. Жүректің сол жақ қарыншасынан үлкен аорта қан тамыры арқылы ағзаға артериялық қан айдалады. Ол артериялық қан бүкіл ағзаға таралып, қоректі заттарды оттегіні тіндерге береді. Тіндерге барамын дегенше артерия қан тамыры артериолаға айналады, одан кейін капиллярға айналады. Капиллярдың деңгейінде ғана ол өзінің құрамындағы қажетті заттарды тіндерге бере алады. Капиллярдың жалғасы ары қарай венаға ауысады, яғни венаға тіндерден шығатын соңғы өнімдер шығарылады. Кері қарай вена кері жүрекке қанды тасымалдайды екен. Мына жерде көріп тұрған көк тамырыңыз вена деп айтылады. Төменгі қуыс вена дененің төменгі аймағындағы қанды жүрекке тасымалдаса, жоғары қуыс вена дененің жоғарғы аймағындағы бас мидағы, қолдағы қанды жүрекке алып келеді екен. Ары қарай бұл веналық қан өкпеге кетеді. Өкпеде веналық қанның құрамындағы көмірқышқыл газы өкпе арқылы шығарылады. Өкпе арқылы келген оттегі кері өкпе венасы арқылы жүрекке келіп құяды. Дәл осылай ол оттегіге бай қанды жүрек қайтадан аортаға шығару арқылы қанды айналдырып отырады екен. Егер де жүректің осы функциясы кішкене болса нашарлайтын болса, ағзадағы жалпы қан айналымы бұзылып, зат алмасуға тікелей әсер етеді екен. Мен парақшамда медициналық ақпараттармен бөлісемін, сол себепті парақшама тіркеліп қойын.